Мен қазір біраз сендерге бір әңгімемді айтып берейін. Ержан, жарығым, осыдан қанша жыл бұрын біздің Сәбикомыз кішкентай ғана болып, Әділік жаңа туылған кезде үйде жатқан болатын. Ол кезде кішкентай ғана. Больницадан өзі қарсы алды, күтіп, өзі бақты, есейтті. Одан кейін оқуға келді, оқуын бітіріп кетті. Міне бүгін өзіңді жетектеп, сол Әділігімнің кішкентай кезіндегідей бір кішкентай ғана балапанды алып, бүгін келіп отырсыңдар, айналайын, қадамдары құтты болсын. Раушана, осы менің қызым туылған кезде Әділігім айтқан болатын. Ой, тәте, Әлікай туылған кезде. Ой, тәте, Әлікай туылды, сіздің Әділігіңіз боқсасып қалатын шығар деді. Жоқ, Раушана боқсасып қалмайды. Менің қызым артынан неше ұл болса да менің қызыма ешкімнің татымайды деген. Сол айтқанымдай менің қызым әлі күнге дейін алда қолбасшы болып келе жатыр. Менің қызым өзім титтайымнан қасымда жатты манежде, Мадикомды жібердім, жұмысың істе, оқуыңды оқы деп. Әділігім өзім қасымда болды, өзім тәрбиеледім, бақтым, менен Мадико қатырды, баратын жеріне барды, келетін жеріне келді. Сендер әлімекті алып келдіңдер, мен өйтіп жібермейтім, қызғанып. Сендерін Светик сөйлеген кезде айтты ғой, қызғанып ана жақтағы Талғарда қалматта құдалар балаларын бермейді. Біз мына Сәбиколар жанымызда құдаларымыз балаларын бермейді, жекеменшік өз біздің баламыз болып, ой жетісіп қонғанымыз айтып сөйлеген сөзім видиктен көріп күлгенмін. Соңғысығындай әркімді көзіне ай көрінер көзде деп, шындығында біз қызымыздан, балапандарымыздан ешқандай алыстатқымыз келмей, ешқайда жіберіміз келмейді, шындығында айырғымыз келмейді. Сөйткен Әділігім, мінекей жарғым Ержан, атасының апасының, папасының мамасының, мінекеміз жерде Раушан тәтесі бар, Сәбикосы бар, Ганегіміз бар, шапқылап жүріп, бәрі осы барлық қуанышына өздерің тұра болып келе жатырсыңдар. Менің Әділігім бірнеше рет жаңағы Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасынан Алматыда облыстық байқау болды үлкен, бірінші орын алып келдік. Қазірде мектепте әртүрлі жаңа әндерден өзің тыңдап өссің, ағылшын тілінің мамансың, енді өзің бағасын айтарсың. Дегенмен менің қызым қазір ағылшынша, қазақша, орысша әндерді айтып, біздің Талғардың әкімшіліктің алдында үлкен жаңа сахнаға шығып жүр, облыстық байқаулардан өтіп жүр. Биыл жаңа экологияға байланысты тағы да үлкен бізде айлық өтті. Сол жерде тағы да бірінші орын алды. Жақсы жүлделерге ие болып жүр. Мен қызымның талабы таудай болсын деп, бүгін сендердің алдарында қуанып отырмын, қонаққа келіп, менің балапанның әнін тыңдап, кейде күліп, Мақпал тәтесі ана Жүнісова бар ғой, өлең айтқан кезде, ол енді өздері концерт бергенде әлем өлең айтады ғой, 2 сағат 3 сағат. Сол сияқты менің қызым 15 қазір 20 өлеңді бірақ айтып шығады өстіп демалмай. Шын терімізді былай да сыпырамыз, былай да сыпырамыз. Оның маңдай тері еңбегі, өзінің еңбегі Ержан жарғым. Сен де мектепте көп баламен бірге жұмыс істейсің, балаларды көріп жүрсің. Дегенмен әркім өзінің баласын мақтайды, мақтағанды емес. Дегенмен де қуанамыз. Енді жаңа мына жақтан бір көршілеріміз ренжіп жатыр, әне өкінде кішкене музыкаларыңызды басыңыздар істейді. Әр үйдің семьяның қуанышы өзіне, бақыты өзіне. Мен қызым 100 рет сахнаға шығарып өлеңін айқайлассам да, осы бүкіл Алматы облысының жаңағы теледидардан әйтсе басқа жерден айқайлассам да дауысын тыңдай бергім келеді, шаршамаймыз. Мүмкін енді өксерістер дұрыс емес шығар. Көрші отырмыз, бүгін сендердің қуаныштарға мінекей дастархан жайып, далада балалар шашылғын пісіріп, тойлап жатыр. Енді ондай тойға ешкімнің ондай жаңағыдай замечание жасауы дұрыс емес деп ойлаймын. Сендер кешіріңдер, біздің көршілеріміздің кішкене ғана білместігі ол, түсінбестігі деп ойлаймын. Әрине біз балаларды көбіне мына патриоттық тәрбиеге көбірек баулаймыз. Өзіңде көріп отырған шығарсың. Өйткені біз ешқайдан келген оралман емес, біз жарғым, шындығына келгенде біз осы Қазақстанның Алматы облыстың тұрғынымыз. Осы жерде туып өстік, алматылықтарымыз. Ата-анамыз соғыста болды, соғыс көрді, көрмегені қалған жоқ. Сол себептен де біз мына военный өлеңдерді балаларға сол үшін үйретіп, қазір сол әндерін былтыр как раз өздерің неде отырдыңдар, құда жаңа Светигімізбенен әбенің дастарханында сол кезде осы әнді біз сразу жібердік сендерге. Акиматтың алдында үлкен площадьта айтқан болатын осы әндерін.
Рахмет жастарым, сендерге бақыт тілеймін. Әлімөктеріңнің қызығын көріңдер айналайын. Папаң, мамаң бәрің өстіп Әлімөктің қызығына тоймай, біз Әділөктіңіздің қызығына қалай тоймай жүрсек, сендер Әлімөктің қызығына тоймай жүріңдер айналайын. Көгеріп көктеңдер, өсіңдер. Сәбике балаларға әйбат қарайтын, жақсылап бағатын, нәнәсі дейтін біз Әділөкімнің. Нәнәсі жаман болған жоқ, еңбегі ақталды мінекей. Әдемі қыз болып өсті, аққулар ұйықтағанда Пайместің өзін Сәбике бастап үйреткен болатын өзі. Кейін соны алып кетті, оны қаншама жыл айттық, жаңада қайталап отырмын. Көгеріңдер, көктеңдер, барлық жақты қуанта беріңдер. Біз қазір жаңағы мына жерде Ганегиннің папалар, мамалары бар. Әсилямыздың папасы, мамасы. Ол кісілермен де осылай араласып, құдамыздың құдасы, құйрығымыздың сорпасы деп өздеріңде мінекей үшінші болып бізге қосып отырсыңдар. Бәріміз бір семьядай, бір үйдің баласындай болып, осы кішкентайлар жиі бастарыңды қосып, өстіп жарқатып келіп, бізді қуантып, сөйтіп жүре беріңдер айналайын. Сендерге үлкен бақыт тілеймін, Сәбике. Сен үйленгеннен кейінгі келіп отырғаның осы ғой, жарғым. Жиі келіп, өстіп бізді қуантыңдар, папаларыңды қуантыңдар. Ана кішкентай Әлімөгің менің Әділөгім сияқты, Әлөкінайым сияқты, Әшөкай сияқты, жүзінде Рашөкпенен іңкәріміз жүр қой. Оларды нағашы апамыз, нағашы атамыз дейді, әлі дейін Талдықорғандағы атасы мен апасын. Нағашы аталар сол жақта деп күлеміз. Рашанамыз да мына жақтан кішкентай аяр өнертіп, шапқылап келіп кетіп жүреді, осы жақсылықтарға ортақтасып, сендердің барлықтарыңа бақыт, денсаулық тілеймін жандарым. Күліп ойнап жүре беріңдер, ары қарай өлеңдерің болса сендер қосылып айтыңдар, көңілді отырыңдар. Мында бір рахмет сендерге. Рахмет, сізге рахмет. Айналайын. Қадамға нұр жаусын. Сен қазір үлкен бір жақсылыққа, бір жұмысқа кіргелі жатыр деп естіп жатырмыз. Жолың болсын, биіктен көріне бер. Біз қуанып жүре берейік. Біздің мына жерде баламыз мынандай үлкен қызметте отыр деп қуанта бер бізді. Біздің де осы жақында Чунжада отрядта істейді күйеу балам военный ода. Алматының ортасынан ойып үй алды. Қаншама наградалар алып жатыр, қаншама медальдар алып жатыр. Оны да қанша күн сайын үйіне бармасақ та, аман болсын дейміз де, тілеуін тілеп, соның қуанышын ортақтасып отырамыз. Сен де біздің азатымыздың жолын беріп, кеудең ордемен медалға толсын, званияң үлкендеп жоғарылап өсе берсін, биіктей бер, артынан осы балапандар ерсін. Жерде біздің ағамыз үлкен қызметте, біздің ағамыз бар, тракторымыз бар деп жүрсін. Сол тілекке жетейік біз, алдыңа ақ жол жарғын. Рахмет тыңдағандарыңа. Мен Мадикөт сүрватты қарамақпын ғой өзі. Жаттарыма түгіл сәлем деп қойған. А можно еще загадок? Да, можно. Без микрофона айта бер. Если машина едет